келмеші деген сияқты, артымнан жүгірмеші деген ән арнады сізге. Иә, соны мен өзім де түсінбей қалдым да, Балауса ханым, бұл қызға не керек депші. Ары қарай мен жауап жазбадым. Жанерке? Иә, Балауса ханым, мен жазғаным бар. Себебі мен енді сол эфирдан шыққаннан кейін екеуміз сол сөзге келіспей, енді қатты бір бет жыртысып ұрысқан жоқпыз, бірақ сөзге келіспей қалғанымыз бар. Не нәрсеге сөзге келіп қалдыңыздар? Айта берейін ба? Нені? Жоқ, сен не үшін звондағаныңды айтса, сенің таныстықта жүрген мысалы үміткерің бар. Оны айтам ғой, ол не важно болып тұр ғой мынаның қасында. Хабарласқаннан бұрын екеуіңіз ренжісіп қалғансыздар ғой. Сол ұрыстан кейін бұл кісі хабарласқан сізге. Яғни ұрыста не болды? Сіздер не үшін ренжістіңіздер бір-бірлеріңіз? Ол мәселені талқыламай-ақ қойық. Неге? Сол, просто ол адамның аты аталған қалап тұрған жоқпын бұл жерде. Ал атын атамай-ақ қойыңыздар, бірақ бұл бір бітпей қалған екеуіңіздің араңыздағы сезім бе, әлде ол мүлдем басқа бір мәселе ма, шешілмей жүр? Жоқ, ешқандай сезім емес. Демек, басқа бір жанның қатысы бар? Иә. Сол мәселе бойынша ұрысып қалған болатынбыз, сезім туралы емес ол жерде. Сосын мен эфирдан қайтқаннан кейін енді анаммен сөйлескен болатынмын. Сол кісі айтты маған, енді сендер бір-бірін қайта-қайта эфирда бір-біріңді төмендетесіңдер, сен енді өз әніңді арнап отырсың, болды артымнан жүгірмеш деп, ол саған Жанерке сен жағдайға қарайсың, адамның көлігі үйі болмаса қаратып алу қиын деген сияқты нәрселер айтылып жатыр. Сол бүкіл дүниені қойыңдар, болды, болмайды, Жанерке сен ақылың бар қызсың ғой, мен саған ондай тәрбие берген жоқ едім ғой деп анам өз ренішін айтты да. Сосын енді айтқан, Нұрдәулетпен өзің енді бізде таныстық тоқтағалы бері біз дұрыстап сөйлескен жоқпыз ғой. Соған айтты, өзің бір жазып, сөйлесіп, бір нақты нүктесін қойып алсаңдар деді. Соған мен енді Нұрдәулетке өзім жазып едім. Бұл кісі айтты, қой жоқ, сөйлеспей қояйық, ертең эфирде айтып жүрерсің деді. Соған мен де қоя салдым. Ал енді звондағаным, ол кезде енді Саддәулет айтқан еді, звондап сұрашы деген сияқты қайықта жүр деп. Сол үшін ғана звондаған болатынмын. Жоқ, енді Саддәулеттің айтуы бойынша іздеген ғой мені. Саддәулеттің өзі тікелей хабарласа алмай ма сізге? Жоқ, хабарласа алады ғой. Сол енді Саддәулеттің айтуы бойынша Жанерке мені іздеген болып тұр ғой. Жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Оны саған қалжыңдап айтып отты ғой бағана. Мен қандай кезде қалжыңдайды, Саддәулет өзіңіз айтыңызшы. Балауса ханым, кеше біз өзіміз жаңағыдай тірліктеріміз бітіріп, сол кезде бір қымыздатқанымыз бар. Сөйтіп Жанерке маған звондап қалды, бір жолға шығасың ба деген сияқты. Мен айттым, жоқ, осы апта шықпайтын болдым, келесі апта может быть деген сияқты. И сосын сөйлесіп жатқан кезде мен Нұрдәулетке звондадым, Нұрдәулет Алматыда осы 2 күн аралығында. Содан кейін мен Жанеркеге айттым өзім, Жанерке, Нұрдәулетке звондап көрші, мен телефон алмай жатыр, что-то өзің бір жауабын бір жібересің ба дедім. Бірақ Жанерке сөйлеспедім деген маған. Сөйлесе алмадым, вообще телефон алған жоқ деді, хорошо онда дедім. Болды, сөйтіп бітіп қалды. Ол Жанерке, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, анам айтты, бір ауыз сөйлесіп, бір мәмілеге келіңдер деп. Бірақ енді әрине ақыл айтылады, бірақ сіз өзіңіз, мен осы не айтқым келеді деген сұраққа жауап бердіңіз ба? Мен не қалды арамызда сөйлесетін? Мен нүктесін қойып едім ғой, ән салып, айтарымды айттым ғой, не қалды бітпеген деген. Әлде сізде бар ма бітпей қалған, айта алмай қалған нәрсеңіз? Негізі Балауса ханым, енді бұл жерде адамдарға сезім, махаббат деген нәрсе білмеймін кімге қалай, бұл кісілердің түсінігінше, бірақ көп адамға бір ойыншық сияқты көрінеткен да. Менің енді расымен ішімде бір көп сұрақ қалып қалды, жауапсыз. Біз енді таныстық тоқтағаннан кейін сөйлескен жоқпыз. Енді менің бір ішім қатты күйетін бір дүние, сезім енді ашылып келе жатқанда, ғашықпын деген сөздер айтылған кезде, арамызда бәрі жақсы болып келе жатқанда, бұл адамның бір мезетте алып артқа шегінуі қатты менің мына жерінде бір сұрақ, үлкен сұрақ болып қалып қалды да, қалай сонда кеше ғана менің қасымда менің ең жақын болып жүрген адамым бүгін бір мені танымайтын адам сияқты қалай ол отырады деген сияқты менде көп бір ойларда, мен осы ой үшін мен шыны керек, мен қазір даже дұрыс ұйықтай алмаймын. Не істеп жатсам да ойыма постоянно осы нәрсе айнала береді да, сонда мен қалай бұл адамның сөздеріне қалай тез сеніп қалдым деп постоянно өз-өзімді кінәлаймын да. И осы сұрақтардың жауабын мен әлі күнге дейін ала алған жоқпын. Бәлкім мен енді анам айтқанмен де мен де ойладым, мүмкін бір рет сөйлесіп өзінен сұрап көрермін деген сияқты.
енді баласақан сұрақтар әлі де болған болып тұр ғой, Нұрдәулет. Енді өйтіп ұйықтай алмайтындай, өйтіп переживать ететіндей отношение болған жоқ қой екеуміздің арамызда, дұрыс па? Екеуміз қыз бен жігіт болып жүрген жоқпыз. Просто таныстық болды. Бір аптаға жетті ма, жетпеді ма, сонымен тоқтады. Қазір үміткермен де таныстық болады, дәл солай. Қазір тоқтай ма, тоқтамай ма, сен де білмейсің ғой, осы жерде қаншама адам таныстықтарын тоқтатып жатыр да, тура сондай болып тоқтатты біздің арамызда ше. Бірақ Нұрдәулет, вот видишь, бізде разница бар ғой. Мен бұл кісімен енді танысып отырмын деген сияқты. Ал екеумізде қалай болды? Екеуміз таныстықтың алдында уже бүкіл дүние басталып қойып еді ғой. Сен уже біз таныстыққа түспей тұрып, мен сені жақсы көремін деп айтқан сөздерің болды. Есіңде жоқ па? Осы Гаухарханның туған күніне бара жатқан кезде сен маған не деп айтып едің? Жанерке, сен мені дұрыс түсінбей қалма, мені несерьезный бала деп қабылдап қалма деп. Мені әбден сол кезде қорқытып алдың да. Жоқ, енді не болып қалды, айтсай деп едім. Мен сені жақсы көремін деп сөйтіп айттың ғой сен сол кезде. Мен сенен басқа қасымда адамды көрмеймін деп. Екеумізде таныстық басталмай тұрып, сен әбден осында жүріп, эфирдің сыртында жүріп, мен басымда әбден қатырғансың. Әбден менің сезімім ашылуына көп деген бір әрекеттер істегенсің. Жанерке, дәл осы мәселені мен саған айттым ғой. Осы жерде отырып мен сенен кешірімді сұрағам. Мен симпатия мен жақсы көру деген сөзді шатастырып алған сияқтымын. Осы жерде мен сенен кешірім сұраймын. Симпатия болды, бірақ та сен менің ары қарай болашаққа баратын қызға келмейсің деп айттым. Мен де саған келмеймін деп айттым. Бір-бірімізге келмейміз деп айттым. Дұрыс па? Нұрдәулет, сонда сіз қазір барлығын Жанерке, сен дұрыс түсінбегенсің, менің сөздердің орнын ауыстырып алыппын, мағынасын түсінбеппін деп жауап жатырсыз. Баласахан, мен түсінбей. Мен қазір түсінемін, екеуіңіздің араңызда ештеңе жоқ, мен сізді артық кінәлағым да келмейді. Бірақ қыз үміттеніп қалған, сезім бар, кеше ғана өлем, күйем, сүйем деп отырған жігіт, бүгін мені танымайтын адам сияқты менің жүрегімде үлкен сұрақ. Не болды, менен теріс бұрылып кететіндей, қандай ситуация болды деп түсіне алмай жүр, соны түсінесіз ба? Енді сіздің қатысыңыз жоқ сияқты болып ойлайсыз ба? Сезім сенікі ғой деп ойлайсыз ба? Жоқ, Баласа ханым, мен түсінбей отырған нәрсем, бұл нәрсе қаншама уақыт өтіп кетті да, мысалы үшін не үшін талқыланып жатыр, мен соны түсінбей отырмын да. Хабарласты кеше. Кеше хабарласты. Мен түсінбей отырсыз. алдында мен кешірім сұрап хабарласқан кезде ортаға шықты да, не үшін хабарласасың деген сияқты, хабарласпа, жүгірме деген нәрсені шығарды осы жерде. Тұрады да ертесінде өзі звондайды. Сол мәселені мысалы жеке емес, осы жерде де шешсек болады ғой. Енді мына жақта Жанеркен қалай бағашыл үміткер келіп атты, оның ешқайсысын жақтырып атқан Жанеркен біз көріп тұрған жоқпыз. Неліктен жауап міне анық болып тұр да, қанша үміткер келді, үш үміткер келді ма, үшеуіне қайтарып жатыр. Мына жерде тағы сондай случай болып жатыр да, арамыз екі жас дейді, екі жастың арасы дым болмайды. Мына жақта отыр ғой әп-әдемі Нұрсұлтан Перизат. Енді Жанеркеге айтатын, неге сен мынандай жерде екі жүзді болып отырсың? Кеше ғана өлеңін арнап кімге, Нұрдәулетке, мен ұмыт деген сияқты, бірақ одан кейін хабарласқаның, одан кейін сөйлескенің сонда қалай, мен түсінбей отырмын да бұл жерде ше. Сосын айта кететін дүние, сендер соңғы рет нақты айта аласыңдар ма, қашан сөйлескендеріңді? Сол айтып тұр ғой, кешен аргүні сөйлестік деп. Мен мында Диас, мен Нұрдәулетке айтып жатқан жоқпын. Пожалуйста, екеуміз қосылайықшы деп мен оған сөз салып отқан жоқпын. Диас бірінші тыңдап алшы мені. Жоқ, тоқтай тұрыңдаршы, мен сөйлеп жатырмын ғой. Жоқ, или мен көрініп тұрған жоқпын ба? Айтып жатырмын ғой, мен бұл кісіге айтып жатқан жоқпын, екеуміз қайттан қосылайық деп. Мен айтып жатырмын, мен көкейімде өте үлкен бір сұрақтар қалып қалды, және де ол сұрақтарыма жауап әлде алынған жоқ деп айтып отырмын. Сенің мына ренжіп отқаның сезімдерің тағы бір белгісі болып тұр, Жанерке. Енді сонда сендер ғашық болып көрмегенсіңдер ма? Әлде сендерге ойыншық па махаббат деген нәрсе? Онда неге сен 200 сонда или сендер тез сезімдерің ашылып жерден алып жерге салып отырсың сол эфирларда? Баласахан, өтініш айта кетейінші. Жанерке бол, қойшы өтініш. Сен қазір мында мен не көріп тұрмын, Баласахан? Басында қалай болды? Нұрдәулет Жанеркеге үмітті болып тұрды ма? Енді қазір Жанерке Нұрдәулетке үмітті болып отыр. Сен қазір өзіңді мында бүкіл халықтың алдында өзіңді төмен түсіріп отырсың. Мен айта алмаған заттарым бар еді деп. Зачем сен өзің кішкене өзіңді жоғары ұсташы, құдайсың, не надо олай? Ол ажырасқан ер азамат, оған сен қазір кәдімгідей өзіңді андай тығып отырсың да, менімен сөйлесші, мені тыңдашы деп отырсың. Зачем ондай керек емес? Өзіңді үйтіп төмен түсірмей никогда. Ақерке,
Енді Балауса ханым, негізі мен Жанеркені түсініп жатырмын да, оның ашу орынды деп ойлаймын. Бұл қыздың жан айқайы деп ойлаймын. Негізі ол, Нұрдәулет бір ештеңе болған жоқ адам сияқты отыр ғой, бір вообще қатысы жоқ адам сияқты болып отыр да. Мен ойлаймын, сен ұятың вообще бар ма, жоқ па, Нұрдәулет? Сөзіңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнамадан кейін түсінгеніміз бойынша Жанеркенің әлі де сезімі бар ма, таныстық қалай болады, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз.